Сәлеметсіздер ме? Софт сұхбаттың кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта физика пәні мұғалімі, педагог модератор Есекен Нұртазаұлы. Қош келдіңіз, Есекен. Есекен, бірнеше сауалым бар, әдеттегідей, дайындықсыз қоюға рұқсат етіңіз. Бірінші сауал жұмбақтан бастағым келіп тұр. Сіз неше жастасыз? 25 жасым. 25. Қайран, мен 25 жасым деймін ба? 25 жас. Енді 10 жыл бұрын туылсаңыз, неше жаста болар едіңіз? Тез жауап беру керек. 15 жаста. Қараңыз, 10 жыл бұрын туылсам, 10 жыл бұрын туылсаңыз, 10-да болады. 10-да боласыз. Дұрыс. Бұл жұмбақ, бұл шақасы. Енді келесі сұрағым, көшбасшы ма, әлде көшпен бірге жүру ме? Немесе лидер or follower? Негізі лидер таңдар еді, көшбасшы. Неліктен? Лидер немесе негізі лидер мен басшының екеуінің айырмашылығы, басшы тек мысалы указание дейді ғой, не белгі нұсқаулық беретін болса, лидер оны жасап команданы алып жүретін сондай бір белгілі индивид, керемет адам дейді. Өте жақсы. Ал follower ол сол лидердің жүрген жолымен жүреді, яғни ілесуші. Енді келесі сауал. Егер білім оқу ағарту министрі деп жатырмыз қазір. Министр болсаңыз, оқу ағарту министрі болсаңыз, нені өзгертер едіңіз? Бір нәрсе айта қойсаңыз. Нені өзгертер едім бір нәрсе? Сұрақ, өйткені ондай нәрсе ойламайды екенбіз. Қарапайым болсын. Менің ойымша теорияны өзгертер едім. Теория болса, өзгерсе, чуть-чуть барлық жақсы болады деп ойлаймын. Теория дегенде мазмұн ба? Мазмұн. Белгілі бір мазмұн. Мақсатымыз жақсы. Тек сәл-пәл де болса мазмұнда өзгерістер енгізу керек деп өзім ойлаймын. Тереңірек мазмұн. Қазіргі кезге тереңірек мазмұн керек деп есептейміз. Жақсы. Енді бір сауалым. Үлгерімі төмен оқушы. Оларға қандай қолдау керек? Негізі қолдау керек па? Кез келген оқушының ішінде белгілі бір талант болады негізі. Белгілі бір нәрсені істей алады ол оқушы. Тек оны біздер байқамаймыз, көп жағдайда тек стандартты түрде нәрсені ғана сұраймыз. Менің ойымша ол үлгерімі төмен оқушы деп айтуға дұрыс емес. Менің ойымша ол адам тек стандартты нәрсені бізге орындай алмай жатқан, немесе өзінікін көрсете алмай жатқан қабілетін оқушы деп ойлаймын. Ол оқушы мысалы белгілі бір мәтінде керемет нәрсені істей алуы мүмкін. Мысалы сурет салу, қабілеті басқа жағынан. Оның қырағылығы, тез ойлауы, біз сияқты біздер уже ар жағын ойлап кетеміз, қазір сұраққа дұрыс жауап бере алмай жатамыз да, дұрыс па? Бізде импровизация жоқ болуы мүмкін. Ол оқушы керісінше мысалы стандарт түрде нәрсені орындай алмайды, бірақ импровизацияға тез ойлауға, шапшаң ойлап көрсетуге керемет қасиеті болуы мүмкін. Және осындай балаларға біз қолдау ретінде мұғалім тарапынан не жасай аламыз? Қандай көмек, қандай қолдау? Қандай қолдау? Ол кісілерге негізі ерекше бір тапсырмалар беру. Тапсырмалар. Яғни адам деген күрес бар жерде нәтиже болады деп айтады. Мысалы, нәтижеге жету үшін әртүрлі эмоционалдық қолдау, деңгейлі түрде әртүрлі тапсырмалар беріп, қызықтыратындай тапсырмалар беріп, жұптастыру, топтастыру, яғни әлеуметтік қолдау және танымдық өзінің танымына сәйкес тапсырмалар беру. Өте жақсы. Жауабыңызға рахмет. Ең соңғы сауалым, алдыңғы оқу жылы бойынша не үшін өзіңізді мақтар едіңіз? Біз біреудің мақтауын күтуге бейінбіз, ал өзімізді өзіміз осы мұғалімдер аз мақтап жатамыз. Соның ішінде өзіңізді не үшін мақтар едіңіз? Былтырғы алдыңғы оқу жылын айтты, енді біз қыркүйек айында әзір. Үлкен бір жетістік мен үшін былтырғы өткенгі оқу жылы бойынша қалалық пәндік олимпиададан балам бірінші орын алды оқушымыз. Сол оқушыға рахмет айтамын, яғни біздің де еңбегіміз бар деп ойлаймын. Және өзім белгілі бір 2 үлкен курстан өттім, қала берді. Сабақтарды зерттеуге қатыстық, өте жақсы. Сол кезде мен өзімнің практикамды шыңдадым деп айта аламын. Өте жақсы. Табысқа жете беріңіз. Рахмет. Табысты болыңыз. Рахмет сұхбатыңызға. Рахмет көп болады.